Жақында Құдай сенің басыңа бір қасірет береді, сол кезде оқисың. Өйткені сен сондай адамсың ғой сен. Сен басыңа іс түскен кезде ғана оқисың ғой бұл намазды. Ал жігіттер, бұл намаз не үшін оқылады, білесіздер ма? Намаз өлген адамға оқымай қойса болады. Намаз етек кірі келген әйелге оқымаса болады. Намаз жындыға оқымаса болады. Намаз кәмелетке толмаған адамға оқымаса болады. Мына төртеуінің қай сипаты бар сенде? Қай сипатынансың сен? Төртеуі сенде жоқ па? Болды, саған намаз парыз. Осы күнге аман есен жеткенің үшін. Бір адамның, ана шетелде емделіп, Турцияда емделіп ше, бір баланың бір көзіне операция істейтін болады, басы қисық ше, бір бәле давление, бір нәрсе аяқ іскен ше, бір балаға 40 мың доллар, мысалда, 100 мың доллар емге аяғына, бір аяғына, бір көзіне деп, сен бір көзің одан да қымбат тұрады ше, Құдайға шүкіршілік айтуға сен денеңе бір